Бәріңізге сәлем достар. Бүгін мен сіздерге сүбеден жасалатын сырникидің рецептін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға марлымызды 2 қабаттап жайып аламыз. Үстіне сүбемізді 2 бөлікке бөліп, марлымызды жақсылап орап қысатын боламыз. Бізге сүзбе құрғақ болғаны керек. Сүбемізді жақсылап сығып, ыдысымызға 2 бөлігіне салып, оның үстіне жұмыртқамызды, ұнтақ жармасын және татымына қарап қант саламыз. Жақсылап қасықпен араластырып болған соң, міндетті түрде блендермен еземіз. Сол кезде біздің массамыз қоймалжың бірігетін жақсы масса шығады. Міндетті түрде блендермен езу керек. Дайын болған массамызды енді домалақтаймыз. Ол үшін ең алдымен тақтайшамызға ұнымызды сеуіп, соның үстіне массамызды дөңгелектеп алып, осы тақтайшамыздың үстіне қойып шығамыз. Көлемін өзіңіздің қалауларыңызша істейсіздер. Мен кішірек қылдым. Шамамен 1 ас қасықтың көлеміндей болды. Бәрін ұнға аунатып жайып шығамыз. Және мынандай дөңгелек құралдың көмегімен домалақтататын боламыз сырникларымызды. Егер сіздерде бұндай құрал болмайтын болса, жай стаканмен, болмаса дөңгелек нәрсемен дөңгелектесеңіздер болады. Қатты қалың қылудың қажеті жоқ, өйткені арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Өздеріңіздің қалауларыңызша жұқа қыла берсеңіздер де болады. Менде осылай болды, дөңгелек, қатты жұқа емес, орташа. Тапамызды қыздырып, үстіне сырникларымызды біртіндеп саламыз. Осы қызып тұрған тапада сырникларымыз 1-2 минутта піседі. Келесі бетін 1-2 минуттан кейін аударатын боламыз. Міне жайлап пісіп жатыр. Мен сырникиді бұл жерде бірінші рет жасап тұрмын. Бірінші рет жасасам да өте жақсы шықты. Сіздер де өз отбасыларыңызға дайындап беріп, таңғы асқа қуантсаңыздар болады. Балалар өте жақсы жеді. Үстіне сгущенка, қаймақ, болмаса жеміс-жидектер қойып, әрлеп берсеңіздер жақсы жейтін болады. Дайын болған сырникларымыздың үстіне өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен сгущенкамен әрледім. Сонымен дәмі тәттірек болады. Немесе қаймақпен, жеміс-жидектермен әрлесеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған мақпал. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы дәмді тамақтардың рецептілері шығатын болады.